Саламатсыз ба? Ертең бізде каллиграфия пәні бойынша ағымдық емтихан болады. Сіздер алдын ала тізбе сұрақтарын алдыңыздар, таныстыңыздар. Енді біз осы ағымдық емтиханда осы 4-ші курста болған тақырып берілді, сұрақтарымызда. Енді сіздерде осы сұраққа байланысты қандай түсінбеген туралы айтсаңыздар. Қандай сұрақтың жауаптарын таба алмадыңыздар, сол жөнінде айтсаңыздар. Сізбек Асылзат, Қайдар Айжан. Дауысым естіліп тұр ма? Видеоны сөндірмейміз, сіздер видеода көрініп тұруларың керексіңдер. Жақсы, қандай сұрақтарыңыз бар емтихан, ағымдық емтиханға байланысты? Алло. Нет, сұраққа байланысты жалпы тақырып берілді. Жай сөйлемнің түрлері, құрмалас сөйлем. Құрмаласты білеміз, екі салаға бөлінетін салалас құрмалас сөйлем және сабақтас құрмалас сөйлем. Сонымен қатар біз пунктуация тақырыбына байланысты да біз сұрақтарымыз болады. Енді сіздерге ертең ағымдық емтиханда 2 теориялық сұрақ болады, сосын біреуі практикалық сұрақ болады. Жалпы сұрақтарға жауап жазған кезімізде міндетті түрде нақты жауап жазамыз. Нақты сұраққа жауап берілу керек. Атап айтатын болсақ, мысалы сөз тіркесінің байланысу түрлерін бастайық, қыздар. Сөз тіркесінің байланысу түрлері бізде 5-ке бөлінеді: қиысу, қабысу, меңгеру, жанасу, қабысу деп. Енді осыларға тоқталатын, мысалы, осы сұрақтар келетін болса, біз міндетті түрде, мысалы, ережесін жазуымыз, мысалы, қабысу ма, қабысудың ережесі, қабысу қалай жасалатынын айтамыз, және қабысудың сұрақтарын міндетті түрде біз жазуымыз керекпіз. Және де студенттер осы сіздер сұрақтарға жауап жазған кездеріңізде міндетті түрде мысалдарын ұмытпаңыздар. Біз осыған дейінгі емтихандар болды, бізде сол кезде көптеген студенттер жаңағыдай сұрақты жазады, жауабын дұрыс жазады, бірақ мысалдарын бермеген. Сондықтан сіздер ондай қателіктерді қайталамаңыздар, міндетті түрде мысалдар берілсін. Енді бізде 2 теориялық сұрақ келді, біреу практикалық болады. Енді практикалық тапсырмада біз енді білеміз, мектепте практикада болдық, 4 жылдан бері практикада сабақ бердік. Сол туралы жазуларыңыз керек. Мысалы, кері байланыс, рефлексия түрлері деген сұрақ келетін болса, сіздерге осы кері байланыстың ережесі, ол кері байланыс қай жылдан бері сабақ барысында, қысқа мерзімді сабақ жоспарда қолданып келе жатыр, және өзіңіз, мысалы, былай жазсаңыздар да болады, сабақта қандай кері байланыстың түрлерін қолдандыңыз өзіңіз. Соны жазып, мысалы, жаңағыдай 321 әдіс ма, 321 әдісінің ережесін жазып, сосын мен, мысалы, мына тақырып бойынша осы әдісті қолдандым деп өзіңіз жаңағыдай осындай тұжырым ретінде жазсаңыз болады.
Сосын біз білеміз, 2019-2020 жылдарға арналған әдістемелік нұсқауқат бар. Осы нұсқауқатта сіздер таныстыңыздар, жақсы білесіздер, бастауыш мектепке арналған өзінің арнайы беті бар. Яғни бұл осы әдістемелік нұсқауқатта диктанттың көлемі қанша болады, қандай қателерде біз жаңағы диктантта қанша қате кетсе біз оған қандай баға қоятынымыз, мысалы диктантты ұйымдастыру және өткізу туралы, осы тақта диктантты ұйымдастыру және өткізу туралы да біз өтеміз, және де осылардың, және де әр 90 бойы қанша тақырыптық диктант алынатыны, бақылау диктантының қанша алынатынын, және де осы диктанттың көлемі қанша болатынын біз білеміз, осы туралы жазуымыз керек біз. Сосын сіздерде осы практикалыққа байланысты, мысалы қысқа мерзімді сабақ жоспарын құрастырыңыз деген сұрақ келетін болса сіздерге, міндетті түрде жаңағыдай сабақ жоспарын құрастырасыздар. Қысқаша түрде, мысалы ұйымдастыру кезеңінде қандай әдіс тәсілдерді қолданатыныңыз, сонымен қатар жаңағыдай мектеппен жайлы бағалы міндетті түрде әр кезең сайын міндетті түрде берулеріңіз керек. Енді сіздерде қандай сұрақ бар? Ағымдық емтихан бойынша қай сұрақтардың жауаптарын таба алмадыңыздар, немесе сіздерге түсініксіз болып жатыр, сол туралы сұрақ қойсаңыздар, сіздерді тыңдап отырмын. Қандай сұрақтарыңыз бар? Қыздар, микрофон қосайық. Микрофон қосамыз. Бастауыш ББ16-ға микрофон қосып, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, тыңдайын. Сұрақ. Сосын қазіргі әдістемелік әдебиеттерге шолу деген сұрақ бар. Бұл сұрақтарға сіздер бізде 2 колледжде ЦБР бар, сіздер таныссыздар. Осы ЦБР-дің ішінен Асхат Әлімовтің және де бірнеше әдіскер бізде соңғы пайда болған әдістемелік оқулықтар бар. Сол әдістемелік оқулықтар бойынша мәлімет бересіз. Мысал ретінде сіздерге айтатын болсақ, Асхат Әлімовтің мектепте интербелсенді әдістемені қолдану деген оқулығы бар. Осы оқулық туралы тоқталып жазып кетсеңіздер болады. Осы оқулықтың ерекшелігін, қай жылы шыққанын, және осы оқулықтағы өздеріңізге ұнаған тақырыптарды, сол туралы міндетті түрде мәлімет бересіздер. Сосын суммативті бағалау мен формативті бағалау деген сұрақ келетін болса, жалпы суммативті бағалауды білеміз, бұл бізде жаңағыдай 90-дық ТЖБ, БЖБ деген үлгісінде беріледі. Осы суммативті бағалаудың формативті бағалаудан екеуінің ұқсастығы мен айырмашылығын жазып кетсеңіздер тіпті жақсы болады. Сосын сонымен қатар бізде тағы да қазақ тіл сабағында дамыта оқыту технологиясын қолдану деген сұрақ бар. Осы сұрақта дамыта оқыту технологиясының негізін салушы ғалымдарға тоқталамыз. Және де сіздер үлгі ретінде дамыта оқыту технологиясына негізделген тапсырма үлгілерін ұсынсаңыз болады. Осы тапсырмаларды қалай жүргізетіндеріңіз туралы айтып өтесіздер. Және де бізде бастауыш сыныптарда үй тапсырмасын беру ерекшеліктері орта буын мектептеріне, орта буын сыныбына қарағанда өзгешелік бар. Осы өзгешеліктерді жаңағыдай салыстырмалы түрде айтсаңыздар болады. Және де тағы да бір айтып өтетін нәрсе, сіздерде мысалы емтиханда аудио тапсырма ретінде де жіберулеріңіз болады. Жібересіздер ғой. Осы кезде мысалы сіздер өздеріңіз жазбаша түрде берген нәрселеріңіз мысалы айтуға мысалы симай қалған кезде сіз соны өзіңіз осы аудио тапсырма ретінде қосымша жазып жіберсеңіз болады. Енді осы қай сұрақ сіздерге түсініксіз болып тұр, соны айтсаңыздар. Таба алмай тұрған сұрақтарыңыз болса. Айжан, Айдын. Қандай сұрақтарыңыз бар? Консультация неге байланысты? Осы емтиханның, ағымдық емтиханға байланысты сұрақтарыңыз.
Айжан, Асылзат, Айдын. Сосын бізде бір мынадай сөйлем мүшелерінің орын тәртібі, сосын сөйлем мүшелерінің орын тәртібі деген сұрақ бар. Осы сұрақ бойынша сіздер бізде сөйлем мүшелері екіге бөлінеді, тұрлаулы мүшелер және тұрлаусыз мүшелер. Сіздер осы тұрлаулы мен тұрлаусыз мүшелер туралы олардың қалай бөлінетінін, олардың қандай сұраққа жауап беретінін атап өтіңіздер. Одан кейін барып сөйлемді талдау барысында сіздер мысалы қай сөйлем мүшесінен бастайтындарыңызды жазып өтесіздер. Бізде мысалы сөйлем мүшелері екіге бөлінеді ғой, тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер. Тұрлаулы мүшелерге бұл бастауыш, баяндауыш, ал тұрлаусыз мүшелерге анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш. Сіздер жақсы білесіздер, бұлардың бәрі өзінің арнайы ретімен ғана белгілеп өтеміз. Біз ең бірінші сөйлемде баяндауыш табамыз, сосын бастауышты белгілейміз, одан кейін барып анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш. Және осы сұрақ келетін жағдайда сіздер міндетті түрде бірнеше сөйлемдерді мысалға беріп, сол мысалдар бойынша өзіңіздің талдау жұмыстарыңызды жүргізесіздер. Яғни өзінің шарт таңбасы бойынша, шарт белгісі бойынша сөйлем мүшелерін талдайсыздар. Және де осы сөйлем мүшелерін талдаған кездеріңізде әр сөйлемнің үстіне сұрақтарды міндетті түрде жазып өтіңіздер. Өйткені ол сіздерге жақсы баға ретінде бағаланады. Және осы құрмалас сөйлемнің сұрақтарына, құрмалас сөйлемге байланысты сіздерге салалас пен сабақтастың түрлері келеді ғой, әрқайсысына бөлек-бөлек. Осы жағдайда да сіздер жаңағыдай сабақтас құрмалас сөйлемнің 6 түрін, олардың ережесін, қандай сұраққа жауап беретінін, қалай жасалатынын жөнінде тоқталып өтеміз. Және пунктуацияға байланысты сұрақта бұл ашылады. Пунктуацияға байланысты мысалы сіздерге үтір мен нүктенің қойылу жағдайлары туралы сұрақ келеді. Ол кезде сіздер үтір қай кезде қойылатынын мысалмен жазамыз, және нүктені қай кезде қойылатынын мысалмен жазамыз. Нақты түрде, және әр шартты белгіні, ережесін жазып өтіңіздер. Өйткені бұл өте маңызды. Және де әр сұраққа жауап берген кезде ең маңызды тұстарын ғана жазасыздар. Бұл өйткені біз білеміз, біздің пәніміз қазіргі қазақ тілі оқыту әдістемесі. Бұл жерде бұл пәнге байланысты ереже өзі арнайы бар. Нақты ереже түрінде жазасыздар. Яғни көп сөз жазбаймыз. Тек қана ережемен, міндетті түрде мысалмен, егер де сіздерге жаңағыдай және де мысалы сөйлем мүшелері, сабақтастың түрлері келетін болса, міндетті түрде сұрақтарын қосасыздар. Ал үшінші практикалық тапсырмада, яғни бұл біздің әдістемелік тапсырмамыз, сіздер осы мысалы мектеп барысында осы сұраққа байланысты қандай өздеріңіз тәжірибе жүргіздіңіздер, сол туралы міндетті түрде мысал келтіріп өтіңіздер. Мысалы қай мектепте сіздер тәжірибеде болдыңыздар, сол мектептің тәжірибесіне сүйене отырып, қай класспен жұмыс жасағаныңызды жаңағыдай практика түрінде көрсеттіңіздер. Мысалы диктантқа байланысты сұрақ бар, осы диктантты қалай жүргіздік? Диктантты жүргізгенде жаңағыдай қандай қатемен жұмыс жүргізілді? Және сіз осы диктантты жаздыру барысында оқушыларыңыз пунктуациялық қатесі, орфографиялық қатесі қалай болды? Соны міндетті түрде атап өтіңіздер. Және оқушыны бағалаудағы интербелсенді әдістер деген мысалы сұрақ бойынша міндетті түрде біздің осы білеміз, интербелсенді әдістердің түрлері өте көп. Өзіңіз мысал ретінде бір тақырыпты алыңыздар, осы тақырып бойынша қандай интербелсенді әдіс тәсілдерді қолдандыңыздар осы сабақ барысында, соны нақты түрде мысалмен жазып өтіңіздер. Енді КМЖ үлгісін құрастыр деген сұрақ бойынша бұл жерде сіздер өздеріңіз қазақ тілі пәні бойынша, яғни синтаксис саласындағы сөз тіркесі тақырыбы бойынша бір сабақ жоспарыңыздың үлгісін беріңіз. Және міндетті түрде КМЖ құрастыратын кезде, қысқа мерзім сабақ жоспарын құрастыратын кезде оқу мақсаты мен сабақ мақсатына міндетті түрде көңіл бөлуіміз керек. Екеуі
өте тығыз байланыста болу керек. Оны білеміз, иә. Яғни сіздер осы қысқа мерзімді сабақ жоспарын құрастыратын кезде міндетті түрде біз осы сабақ мақсаты мен оқу мақсатының бірдей еместігін тексереміз. Енді сіздердің осы ағымдық емтиханға байланысты қандай сұрақтарыңыз бар? Сұраққа жауап берейік. Сұрақ қояйық, қыздар. Айжан, сұрақ қоямыз. Айжан, Асылзат, қосылып отқан бастауыштың қыздары. Қандай сұрақтарыңыз бар? Апай, мыняқта 2019-2020 оқу жылына арналған әдістемелік нұсқаулыққа сәйкес бастауыш сыныпта қазақ тілі және әдебиетті оқу пәндері бойынша міндетті оқу жүктемесі және жазба жұмыстарын бағалау өлшемдері дейді. Онда не жазамыз, апай? Енді осы сұрақ бойынша, мысалы бізде бастауыш 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші сынып қоя бізде, сіздер бұған не жазасыздар? Мысалы, 1-ші сыныпта бізде қандай пәндер болады? Біздің өзіміздің қазақ тілі сауат ашу пәні болады, иә? Сауат ашу пәні болады, әдебиеттік оқу пәні болады. Мысалы, аптасына сауат ашу пәні неше рет болады? Ол әдістемелік нұсқаулықта жазылған. Міндетті түрде сол сағат, мысалы, апталық жүктеме деген сияқты, мысалы, 1-ші аптасына неше рет болады қазақ тілі? 2 пәнді жазамыз ғой, қазақ тілі мен әдебиетті оқуды, апай? Бұл жерде былай жасайық, бізде бұл жерде жалпылама сұрақ беріліп тұр ғой. Жоқ, қазақ тілі және әдебиетті оқу пәндері бойынша деп тұр. Әдебиеттер пәні бойынша міндетті оқу жүктемесі деп тұр ғой, иә. Бұл жерде сіздер 1-ші сынып, 2-ші сынып, 3-ші сынып, 4-ші сыныпта қазақ тілінің сағаты неше, сосын жаңағыдай әдебиетті оқу пәнінің сағатын сұрап тұр. Сол туралы жазасыздар, иә? Аптасына мысалы 2 сағат, оқу жылына мынадай сағат деген сияқты. Сол туралы жазыңыздар. Жазба жұмыстарын бағалау өлшемдері дегенге, бұл жерде тек қана бір сыныпта алыңыз, бір ғана сыныпта аласыз. Сосын соның бағалау өлшемін жазыңыз. Сол да жеткілікті. Сол да сізге плюс болып саналады. Тағы қандай сұрағыңыз бар? Қыздар, түсінбеген сұрақтарымыз бойынша сұрақ қояйық, өткен басқалар түсінікті ғой, иә? Естілмей тұр даусымыз. Сосын мазмұндама білеміз ғой, мазмұндаманың түрлері бұл бөлек-бөлек сұрақ болып келеді. Сурет бойынша мазмұндама ерекшелігі деген, мысалы, осы сұрақ келетін болса, міндетті түрде сіздерге жаңағыдай жауаптан бір 6 бет болмай ма, 6 бет болып жіберілмей ма? Мүмкін болса, сіздер жаңағыдай бір сурет саласыздар ма, сол сурет салып көрсетіп жіберсеңіздер болады. Өздеріңізге жақсы, сосын міндетті түрде жаңағыдай жоспарын құрастырып жіберіңіз, иә, мазмұндамаға байланысты сұрақ келетін кезде. Сосын тілдік дағды негізінде оқылым дағдысы бойынша жұмыс жүргізу жолдары дейді. Бұл жерде білеміз, иә, оқылым дағдысы, осы оқылым дағдысының ережесін және де бір сабақты негізге ала отырып, осы сабақта оқылымға байланысты қандай тапсырма ұсынғыңыз келеді? Міндетті түрде дескриптор, қыздар дескрипторды міндетті түрде жазамыз. Дескриптор кем дегенде 4 дескриптор, 5 дескриптор жазуымыз керек. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Айжан ғана сұрақ қойып отыр, басқа қыздар сұрақ қоямыз. Ертең өткен байланыстырып сөйлеу әдістемесі деген сұрақ па?
Иә. Байланыстырып сөйлеу әдістемесі бұл бізде бірінші, екінші сыныптан бастап қолданамыз, иә? Байланыстырып сөйлеу әдістемесі, 1 минутқа тұра тұрыңыз. Даусыңыз естілмей қалып апай. Даусым естілмей тұр ма? Қазір 1 минут. Естілді ма осы кезде? Естілді. Иә. Байланыстырып сөйлеу әдістемесі дегенде, бұл жерде Рахметованың «Бастауыш мектепте оқыту» деген кітабы бар біздің мәншүк кезетімізде. Осы тақырып туралы нақты жауап берілген. Осы кітапқа жүгінеміз. Және байланыстырып сөйлеу әдістемесінің міндетті түрде мақсатын, міндетін жазамыз. Иә? Сосын ол әдістеменің ерекшелігін айтып өтеміз. Байланыстырып сөйлеу әдістемесінің ерекшелігін. Тағы қандай сұрағыңыз бар? Қыздар, басқа сұрақ бар ма? Барлығы түсінікті ма? Менде түсінікті апай. Сосын сөз тіркесін тиімді оқыту жолдары деген сұрақ бойынша былай жауап бересіздер. Сөз тіркесін міндетті түрде, мысалы, сөз тіркесін оқыту, немесе жай сөйлемді оқыту туралы сұрақ келетін болса, ережесін міндетті түрде жазып өтіңіздер. Содан кейін барып, өзіңіз осы тақырып бойынша қандай тиімді әдіс ұсына аласыздар. Осы сөз тіркесін оқыту, мысалы, тиімді жолдар дегенге, мысалы, қандай тиімді әдіс ұсынасыздар. Сол туралы жазып өтіңіздер. Мысалы, қандай әдістер бар? 321 әдісі бар, Вен диаграммасы бар, сосын фишбоун әдісі бар. Мысалы, мен фишбоун әдісін ұсынамын. Мен оны мынадай, мысалы, мен фишбоун әдісін ұсына отырып, жаңағыдай, мысалы, сөз тіркесінің өзіндік ерекшелігін жазамын, сөз тіркесінің күрделі сөзден айырмашылығын жазамын деген сияқты жауап бересіздер, иә? Апай, мысалы, қымызды құрау келетін болса, аудиомен айтып береміз бе, иә? Сол кезде нақты оқу мақсаттарын ғана айту керек па? Басында қалай болатынын, мысалы, иә, қысқа мерзімді сабақ жоспары келетін, мысалы, сұрақ келсе сізге, міндетті түрде оқу мақсатын айтасыз, сабақтың мақсатын айтасыз, сосын бағалау критерийлерін айтыңыз, иә, бағалау критерийін айтыңыз, сосын осы сабақтың барысында қандай әдіс тәсілдерді қолданасыз. Енді қысқа мерзімді сабақ жоспарын жаңағыдай жазбаша түрде де берсеңіз жақсы болады. Ол да жақсы да. Сабақ жоспарын жаңағыдай жазбаша түрде береміз, сосын аудио түрінде де береміз. Міндетті түрде қалыптастырушы бағалауды жазуды ұмытып кетпеңіздер. Мысалы, тапсырмалар берілетін болса, сол тапсырмалардың барлығына біз қалыптастырушы бағалау береміз. Сосын жұптық жұмыс, жеке жұмыс, топтық жұмыс. 3 тапсырма болу керек. Осы 3 тапсырмаға қалыптастырушы бағалау ұсыныңыз. Түсінікті ғой, иә? Апай. Иә, тыңдап тұрмын. Апай, жазба жұмысына қоя алатын талаптар дегенше, біз қай жылғы талаптарды не қыламыз? Жазба жұмысына қойылатын талаптар деген, мен бағана айтып өттім. 2019-2020 жылы оқу жылына арналған әдістемелік нұсқауқатта бар. Осы біздің нұсқауқатымызда білеміз, бізде бастауыш сыныптарда жазба жұмысының ішіне ең көп жүргізілетін қайсысы? Ол бізде диктант жұмысы. Осы диктант жұмысы өзінің арнайы, мысалы, бірінші сынып бойынша диктанттың саны болады, сонымен қатар несі болады, жаңағыдай өзінің мысалы, қате аралығы, мысалы, ешқандай қате болмаса, біз ол студентке, мысалы, ол оқушыға біз 5 деген баға қоямыз, ешқандай қате болмаса, немесе 1, немесе жаңағыдай 2 қате кетсе, осы талаптарды міндетті түрде жазуларыңыз керек. Енді бұл жерде жазба жұмыстарына қойылатын талаптар деген жалпылама сұрақ болып тұр ғой, сіздер бір ғана сыныпты алып талдап айтсаңыздар болады. Немесе 1-ші сынып, немесе 2-ші сынып, немесе 3-ші сынып. Түсінікті ғой, тек қана бір сыныптың жазба жұмысының талабын жазыңыздар. Апай, сосын осы жазба жұмысында бізге бұрын 1-ші курста көк дәптер арнаттыңыз ғой, сол нұсқаулық дұрыс па негізі? Сол нұсқаулықтарын жазсақ бола ма? Енді Жауқазын 1-ші курста біз ол жылда нұсқауқат болды ғой, біз әдістемелік нұсқауқатымыз жыл сайын жаңаланып отырады.
жыл сайын жаңаланып отырады. Сондықтан келеді деп ойлағаным ой сәйкес келеді екен. Иә, мен сізге өзім, мен сіздердің группаларыңызға осы әдістемелі нұсқауқаттың жазбаша түрде үлгісін жіберем. Сіздер салыстырыңыздар, иә. Көп жағдайда қатты өзгеріс болмайды жазба жұмысына қойылатын талаптарда. Көп өзгертілмейді. Иә, ол сіздің көк дәптеріңіз жарайды. Сіз жақсы қыз екенсіз, бірінші курстан бергі дәптеріңізді сақтап келе жатқан. Апай сәйкес келеді екен, соны жаза берсек бола ма деп сұрайын дегенім ғой, апай. Болады, иә. Сәйкес келсең болады жаза беруге. Тағы? Қыздар, аз қосылып отырмыз. Тек үшеуміз ғана тапсыратын сияқтымыз осы емтиханды. Тағы қандай сұрақтарыңыз Жауқазын, Айжан? Сұрақ қазір. Апай түсінікті апай бәрі. Иә, онда біздің уақытымызда болып қалды ау деймін осы. Иә, апай, бәрі түсінікті болыңыз, апай. Иә, жарайды онда. Жақсы. Иә. Қатысқандарыңызға көп рахмет. Ертеңгі емтиханға сәттілік. Уақытылы кіреміз, иә? 2-де кіреміз. Сосын өз уақытымызда жауап берейік. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз, апай, рахмет. Сау болыңыз.